Сәлеметсіздер ме? Мен Қаржыбаева Маржан Бақтығалиқызы. Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құлыншақ бөбекжайының педагог, сарапшы, психологы Василий Сухомлинскийдің сөзімен айтар болсам, ойын баланың алдындағы өмір есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін дамытады. Ойынсыз ақыл-ойдың қалыптасуы мүмкін емес. Міне осы тұста нейроойындардың ерекше білімді қажет ететін балалардың ақыл-ойын дамытуда ұтымды тәсілдер арқылы педагогикалық идеямды ұсынамын. Педагогикалық идеямның мақсаты мидың оң жақ және сол жақ жарты шарларының үйлесімді жұмыс істеуінде жақсартады. Ұсақ және ірі қол моторикасын дамытуда, ақпараттарды тез қабылдауда, қорытуға көмектеседі, есте сақтау қабілеттерін арттырады. Міндеттерім логикалық ойлау қабілеттерін арттыруға, жаңа ақпараттарды қабылдау және өңдеу дағдыларын дамытуға, зейіні мен есте сақтау қабілеттерін жетілдіруге, шығармашыл және ой проблемаларын шешуге қабілеттерін дамытуға ықпал етемін. Педагогикалық идеямның өзектілігі нейроойындар баланың білім мен дағдыларын жоғарғы деңгейде жетілуіне қамтамасыз ететін, баланың танымдық дамуына бағытталған нейроойындар арқылы жеке тұлғаны қалыптастырамын. Өздеріңізге белгілі, ерекше білімді қажет ететін балалардың педагогикада ұзақ бойы оқытудың нәтижесін күтеді. Балалардан кері байланысты орнату үшін ерекше білімді қажет ететін балаларда өте қиын болады. Кәдімгі балалармен салыстырғанда ерекше балалардың кері байланыс бізге көптеген жылдар бойы келетін нәтижелердің бірі болып келеді. Осы тұрғыдан өзімнің технологиямда бұл педагогикалық идеямның мақсаты білім беруде қажеттілігі бар балалардың ойлауда танымдық белсенділігін ынталандыру арқылы ойындар мен жаттығулардың жүйесін жасау болып табылды. Заманауи технологияларды пайдалану арқылы нейро жаттығулар мен ойындарды балалардың ақыл ойында дамытуда ерекше тәсіл ретінде ерекшеленеді. Нейро ойындар бұл психикалық белсенділіктерді ынталандыруға және жүйелі байланысты нығайтуға бағытталған арнайы әзірленген тапсырмалар. Оқу үрдісіне нейро ойындарды қолдану арқылы балалардың ойнау дағдыларын дамыту үшін жоспар құрдым. Ең бірінші әрбір балаға диагностика жасап алдым. Сосын жеңілдетілген күрделі нейрожаттығулардың көшуімен жеңілінен қиынына қарай қызметке қызықтырып отырдым. Әр баланың өзіндік қабілетін ашуға тырыстым. Біздің миымыз сол жақ және оң жақ екі шар болып бөлінеді. Мысалы, сол жақ жарты шарымызда логикалық талдау, тілдер, есте сақтау және талғам арқылы қабылданған қабілеттерді дамытатын болсақ, оң жақ жарты шарда интуиция, қиялдау, сурет салу, сезім арқылы қабылдау эмоцияларымыз дамиды. Сол арқылы жалпы педагогикалық идеямда мидың екі жартысында үйлесімді дамудың жаңа нейрондары пайда болу үшін келесі талаптарды болуы қажет. Күнделікті біз таза ауада тыныс алуымыз керек. Сонымен қатар таза суды ішудің балаларға үйретуіміз қажет. Сонымен қатар дене шынықтыру жаттығуларына күнделікті балаларды қатыстыруымыз қажет. Сонымен қатар нейрогимнастикалық нейро ойындарды балаларға күнделікті оқу іс-әрекетіміздің алдында пайдаланған жөн. Нейрогимнастика бұл ми жаттығулар. Біз күнделікті өмірде қолымызды, аяғымызды сермеу арқылы біз денемізге жаттығу жасаймыз. Ал миымызға қалай жаттығу жасаймыз дегенде, миымызға нейро жаттығу арқылы, қолымызға мысалы сақина жасау арқылы, парақтар, мысалы әртүрлі қимылдар жасауды арқылы біз нейро жаттығуларды миға жасап отыруымыз қажет. Сол сияқты тек қана кішкентай балаларға емес, ерекше балаларға да емес, күнделікті оқу қызметінде балабақша балалары мен мектеп балаларына да осы нейрогимнастикалық ойындарды ойнатып тұруымыз абзал. Сонымен қатар, осы нейрогимнастикалық ойындар арқылы біздер кинезиологиялық жаттығулар мен саусақ гимнастикалық ойындармен күнделікті оқу қызметінде пайдаланамын балаларға. Сонымен қатар, су-джок терапиясы арқылы балалардың алақандарына су-джок терапиясының доптарын арқылы пайдаланып, миларын оятып аламын. Нейрогимнастикалық ойында көбіне мен картотекамен пайдаланамын. Балаларға ең бірінші карточканы көрсету арқылы сол жаттығуды бала қайталап тұрады. Оның да пайдасы өте көп. Нейрожолдарды да көбіне бізде оқу іс-әрекеті басталмас бұрын нейрожолдар арқылы балалардың табанындағы нейро нүктелерді балалардың оятып аламын.
Нейростимулятор бізде сенсорлы кабинетте және де балабақшамыздың дәліздерінде нейростимуляторлық ойындар бар, соларды күнделікті пайдаланып отырамын. Сонымен қатар нейрожаттығулардың пайдасы қандай балаға берілетін? Ең бірінші зейіні шоғырланады баланың, одан кейін есте сақтау қабілеті баланың артады, оқу және жазу процесін жеңілдетеді балаларда, мидың жұмыс істеу өнімділігін арттырады, және де мидың оң жақ және сол жақ бөлігіндегі үйлесімді жұмыс істеуін жақсартады. Ұсақ және ірі қол моторикасын дамытамыз, және де ақпараттарды тез қабылдауға және қорытуға көмектеседі. Нейро ойындар нәтижесінде жеткен үлкен жетістіктерім бар. Олардың бірі біздерде Темірхан Айша, сонымен қатар Бердібек Нұртілеу, сонымен қатар Қылшынияз Ильяс деген балаларым осындай жүлделі орындарға ие болды. Осы нейро ойындарды пайдалану арқылы ерекше білімді қажет ететін балаларымды өте қуанышпен және өзімнің жетістігім деп айта аламын. Оның бірі 2024 жылғы психикалық дамуы тежелген қарым-қатынастардағы қиындықтар, сөйлеу дамуының жалпы дамуы екінші деңгей қорытындысы бойынша келген балаларым бір жыл аралығында осы нейро ойындарды және нейро жаттығуларды пайдалану арқылы осы 2025 жылы ПМК-ның соңғы қорытындысы бойынша олар тек қана сөйлеу тілінің жалпы дамуынан екінші және үшінші деңгейіндегі зиятының дамуының жасына сай болып қорытындысы шықты. Ол деген мен үшін үлкен жетістік. Балаларымның осындай жаңағы нейро ойындар мен нейро жаттығуларды үнемі пайдаланудың жемісі деп білемін. Қорыта келгенде, нейро ойындар арқылы мидың нейрондарын оятамыз, табиғи механизмдерді белсендіреміз және мидың мүмкіндіктерін кеңейтеміз. Құрметті ұстаздар, әр баланың жұлдыз болып жарқырауына себепші болайық. Тыңдағандарыңызға рахмет.